Достар, бүгінгі сабағымыз shadowing техникасына арналады. Егер маған ағылшын үйренуге көмектескен және менің акцентімді, айтылуымды шыңдауға көмектескен бір техниканы аташы деп сұраса, shadowing техникасын атаушы едім. Shadow деген ағылшын тілінен көлеңке деп аударылады. Shadowing көлеңкелеу. Яғни бұл деген сөйлеуге көмектесетін техника. Мәні біз аудионы тыңдаймыз және оның артынан барынша дәл, тура оның көлеңкесі сияқты қайталаймыз, яғни көлеңкелейміз. Бұл техника сізге тыңдау және сөйлеу қабілетіңізді жылдам дамытуға көмектеседі, егер әрине тұрақты және дұрыс жолмен, дұрыс әдіспен жасасаңыз. Кішкене бұл техниканың тарихы жайлы айтып берейін. Бұл техниканы ойлап тапқан америкалық лингвист Александр Аргелис, оны біздің заманымыздың ең үздік полиглоттарының бірі атайды. Және ол шетел тілдерін дамытып жатқан кезде, осылай өзінің сөйлеу қабілетін дамыту жолын іздестіріп жатқанда осындай техниканы ойлап шығарды. Негізі мен өзім бұл техниканы тапқан уақытым шамамен университетте болғанда 3-ші курсымда. Мен де осы ағылшынымды шыңдау жолдарын іздеп жатқан едім және YouTube-та осы техника жайлы білдім. Өзім сынап көрдім және бір айдың ішінде тамаша нәтиже көрдім. Өзімді және мен ортамдағы адамдарды таңғалдырған. Егер сіз де оны дұрыс істесеңіз, сіз де тамаша нәтижеге жете аласыздар. Shadowing жалпы сіздің 4 ағылшын үйрену қырын, тұстарын дамытуға көмектеседі. Ең алдымен әрине ол сіздің айтылуыңыз. Егер барынша мән беріп, аудионың артынан барынша дәл қайталауға тырыссаңыз, уақыт өте келе сіздің айтылуыңыз native спикерлерге өте ұқсайды. Екіншіден, сіздің сөздік қорыңызды дамытады. Себебі shadowing жасаған кезде сіз сөздерді бірнеше рет қайталайсыз. Бір аптаның ішінде талай рет қайталап, бұл сөздер ұзақ уақытқа сізде есте қалады, тіпті сіздің белсенді сөздік қорыңызға енеді. Making your speech fluent сізге еркін сөйлеуге көмектеседі. Себебі shadowing істеген кезде сіз барынша артынан сол native спикерге ұқсас жылдамдықпен қайталаған кезде олар сияқты тезірек жылдамырақ сөйлеп үйренесіз. Және сіздің тыңдау қабілетіңізді дамытады. Себебі әрине shadowing жасағанда сіз барынша назарыңызды аудиоға бөліп, сөздерді ажыратып, осылай құлағыңызды жаттықтырасыз. Сонымен, shadowing-тің арнайы процедурасы бар. Осы этапқа мұқият назар аударыңыз. Ең алдымен сізге керегі әрине подкаст. Подкаст дегеніміз ол осындай аудио жазба, native спикерлердің сөйлеуі. Оны қалай табу керек екенін көрсетем. Маңызды нәрсе мәтіннің болғаны. Себебі қазіргі деңгейде әзірше сіздің ағылшын үйрену жолыңызда подкастсыз тыңдауға әлі дайын емессіздер. Ол жоғары деңгейге жеткенде, мысалы, тыңдауыңыз upper intermediate advanced болғанда мүмкін, бірақ әзірше сізге подкаст керек. Мен өзім, мысалы, басында shadowing жасағанда мәтін қолдандым. Ол сіздің көзіңізге көмек. Shadowing-ті күніне 2 рет жасап отыру керек. Яғни мен өзім оны жасаған кезде күніне 2 рет, таңертең 7 минут, кешке 7 минут, сонда күніне 15 минут жасап отыратын, ол негізі жеткілікті. Одан асамын десеңіз болады, бірақ бұдан кем түспеуге тырысыңыздар. Және тағы бір өте маңызды нәрсе, бұны көбі білмейді. Shadowing деген ол осындай қосынды эффект беретін техника. Мысалы, жаттығу залында, егер сіздің бұлшық етіңіз өскенін қаласаңыз, сіз бірнеше подход жасауыңыз керек. Мысалы, штанганы бір-ақ рет көтеріп қоя салып емес, 12-14 рет көтереміз, сонда нәтиже көреміз. Дәл солай, егер сіз shadowing-ті нәтиже көргіңіз келсе, бір рет қайталау, немесе аптасына бір рет, мен shadowing істедім деген әрине жеткіліксіз. Бұл көп жасағаннан кейін нәтиже беретін техника. Сол үшін мен өзім, мысалы, shadowing жасаған кезде бір подкастпен кемінде бір апта жұмыс істейтін. Яғни сіз бір осы 7 минуттық үзіндіні 14 рет қайталауыңыз керек. Сонда 7 күн күніне 2 рет, солай 14 саны шығады. Және осы 14 қайталаудың нәтижесінде сіздің айтылуыңыз, сөздік қорыңыз, жалпы сөйлеу қабілетіңіз 14 қайталаудан кейін өте керемет native спикерге әбден ұқсайтын болады. Енді shadowing жасаудың бір әдісін, жалпы жолын көрсетейін. Сіздің көзіңізде осындай бір visual example болатындай. Ең оңай жолы подкасттарды табудың әрине ол YouTube. Оларды YouTube-тан іздеуге болады. Мысалы, мына жақта мен мысал көрсеткем.
Podcast for өз деңгейіңізді жазасыз. Elementary деген тек мысал. Podcast for upper intermediate level, intermediate level, advanced level, beginner level. Маңызды емес. Маңыздысы, вот біз YouTube-қа кіреміз. Кез келген подкаст таңдаймыз. Кішкене енді өзімізге экспериментке уақыт береміз. Мысалы, ұнайтын подкаст табуымыз керек. Мысалы, мінекей A2 Elementary дейді, мынаны ашып көрейік. Ішінде не бар екен? When it is. Күшті жері мына подкасттың мәтіні дайын тұр. Мен өзім shadowing жасаған кезде наушникпен жасаймын. Ол ыңғайлырақ. Неге? Себебі және бір құлағымды ашып қоям. Сонда бір құлағымда аудио тұрады, ал басқа құлақпен мен өзімді естимін, салыстырамын. Екі құлағыңызда наушник болса, өзіңізді дұрыс естімейсіз. Сол үшін бізге міндетті түрде салыстыру керек. Және shadowing жасағанда қараңыздар. Біз андай күтпейміз. Мысалы, ол оқып бітеді, сосын біз де бірге оқимыз. Онымен ілесуге тырысамыз. Екінші маңызды нәрсе, мені мұқият тыңдап алыңыздар осы жерде. Сіз өзіңіз оқитындай оқымайсыз. Мысалы, shadowing әдемілеп, when it is a hot and sunny summer day, сіз when it is a hot, sunny, summer, жоқ. Бұл деген, бұл жаттығудың мәні көлеңке болу. Яғни сіз барынша мына shadowingтің копиясына айналуыңыз керек. Бүкіл осы тыңдау қабілетіңізді қолданыңыз. Мына мәтінде не айтылып жатқанын түсінбесеңіз, әзірше уайымдамаңыз. 14 реттен кейін сіз уақыт өте келе бәрібір түсінесіз, қайталағаннан кейін. Бірақ бұл жаттығудың ең маңызды аспекті ол осы музыканы қайталау, тыңдауды қайталау. Сол үшін бар фокусыңызды осы қайталауға, дәл қайталауға арнаңыз. Интонациясына шейін, паузаларына шейін. Егер даусын бүйтіп көтерсе, немесе төмендетсе, бір эмоция көрсетсе, оны да қайталаңыздар. Сол үшін бұл көлеңкелеу деп аталады, shadowing. Ал қазір бірге мысалы жасап көрейік. Егер басында жылдамдық тым жоғары болса, азайтуға болады. Мысалы YouTube-та, playback speed. Давайте басында 0.75-ке қойып көрейік. Асықпайтындай. Кеттік. When it is a hot and sunny summer day, lots of people go to the beach. They go to the beach to sit on the sand, sunbathe and swim in the ocean. Керемет. Осылай дәл бәрін копия жасап, интонациясын, паузаларын созатын жерде созып, қайталаймыз. Егер 0.75-пе үйреніп қалсаңыз, қарапайым жылдамдыққа ауыстыруға болады. Немесе осы аптаның ішінде ішіңіз пысып жатса, что-то бәрі оңай көрінсе, жылдамдықты сәл үлкейтуге болады, мысалы 1.25-ке. It is great to relax at the beach and watch the waves of the ocean. Мінекей осылай жасайсыз. Енді ары қарай жалғастырайық. YouTube деген жалғыз ақпарат көзі емес, подкасттардың. Бұдан бөлек мен бүгін сіздерге осындай арнайы документ жіберемін. Бұл документте мен барлық деңгейлерге арналған подкасттардың жинағын көрсеттім. Менің өзімнің ең сүйікті подкастым 6 Minute English, ол деген ағылшын үйренушілерге керемет. Егер сіздің деңгейіңіз сәл жоғарылау болса, мысалы BBC Global News тыңдауға болады, немесе Freakonomics Radio, ал мысалы Intermediate-тен төмен болса, онда арнайы мына жақта көрсетілген подкасттарды English Trips, Listening Time дегенді тыңдауға болады. Оларды қай жерден тыңдау керек екенін де жаздым. Осы арнайы екі қосымша бар, біреуі iOS-қа, біреуі Android қолданушыларына, екеуі де тегін. Ішінен осы подкасттарды тауып қайталауға болады. Бірақ әзірше YouTube-тан бастасаңыз жақсырақ болады, себебі мына подкасттардың кейде мәтінін табу қиынырақ болуы мүмкін. Оны Google-дан іздеуіңіз керек, ал мына жерде YouTube-та әдетте бәрі дайын, әсіресе бүйтіп жасаңыз with transcript деп. Жақсы. Енді тағы маңызды нәрсе мен айта кеттім. Shadowingтің маңыздылығы жиі қайталауда деп. Сол үшін өзіңізді бақылауға көмектесетін арнайы бір техника бар, құрал бар. Ол деген осындай күнтізбені, календарьды қолдану. Сізге мына подкасттардың жинағымен қоса, мен осындай бір арнайы күнтізбе жіберем. Оны принтер арқылы шығарып алыңыз да. Және shadowingті
әр орындаған күніңіз үшін 2 рет орындадыңыз ба, бір әріп жазыңыз. Мысалы, сіз осы дүйсенбіден бастадыңыз дейік. Дүйсенбі таңертең кешке орындадыңыз, shadowing, G әріпін жазасыз. Сейсенбі орындайсыз ба? Керемет, тағы да O әріпін жазасыз. Сіздің мақсатыңыз бір аптаның ішінде мына good job деген сөзге жетті. Good job деген жарайсың. Молодец, красавчик деген сөз. Бірақ бұл техниканың бір осындай маңызды нәрсесі бар. Егер сіз, мысалы, елестетейік, дүйсенбі және сейсенбі орындадыңыз, сәрсенбі орындамадыңыз. Білмеймін, бір себеппен. Ондай болса, сіз болды, сәрсенбі мүлдем сызып тастайсыз, және бейсенбі қайтадан бастайсыз, нөлден. Яғни мына жақта D-ны жалғастырмаймыз, біз қайтадан good-қа басамыз. Осы техниканың күшті жері, енді сіз егер, мысалы, 6 күн әдемі келе жатсаңыз, және мына күнтізбе көз алдыңызда болса, өте обидно болады 6-ауын сызып тастау. Сол үшін осы күндерді жоғалтпау үшін, және мына good job-қа жеткізу үшін өзіңізді осылай итермелеп тұрасыз. Мен негізі студент болғанда маған көмектесетін техника. Қазір енді өмірім өзгерді, жұмыс, мынандай техникаларды істеп жүрген жоқпын, бірақ істеген кезде, кәдімгідей маған осындай ынта болатын. Сонымен сіздің мақсатыңыз осындай good job-қа жеткізу. Сонымен, достар, бүгінге тапсырма.